Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрлан, және де бүгінгі видеороликте біз деген өзіміздің любимый екі ютуберімізді емдейтін боламыз. Оның біреусі біздің Нұрлан Қалам, және де оның біреусі біздің Айсей досымыз. Біз оларды емдейтін боламыз, өйткені олардың маған айтқан болатын, мен ауырып жатырмын деп. Нұрлан, біз ауырып жатырмық, біз емдетпеші деп айтқан болатын маған. Сондықтан біз бүгін оларды емдейтін боламыз достар. Ал енді сіздер маған подписаться етіп, видео ұнаса лайк басып, және де комментарийға көптеген нәрселер жазыңыздар. Келесі видео не түсіремін, соны жазыңыздар. Давайте достар. Ал енді біз ең бірінші болып өзіміздің Айсей досымызға кіретін боламыз. Оны енді айтқан болатын маған аяғым. Достар, маған аяғында деген паутина жиналып қапты ғой. Бәсе, маған Айсей деген аяғым ауырады деп сөйтіп айтады. Аяғым ауырады, аяғым қақсайды деп айтады. Соны енді мынаның бәрі паутинаның бәрін алып тастайық. Қараңыздар достар, паутинаның бәрін алып тастадық енді достар. Так, ал енді келесі бөлмеге кіретін боламыз. Достар, қараңдар, мына жерде деген кофе бар екен. Не мынау торт па, үстінде клуб Никама. Не мынау достар? Мына жерде болса мынау тауықтың еті, саған Айсей деген тамақты деген өлтіріп жейтін сияқты ғой достар. Айта алмадым, енді база жоқ, аппетиті күшті сияқты ғой Айсейдің чоташы. Білмеймін енді достар, өздеріңіз комментарийға жазып жіберіңіздер енді. Енді білмеймін енді Айсей деген. Мына жерде маңдай бір ящик мандарин тұр ғой. Бір ящик мандарин тұр достар. Мынаны алып тастайық. Енді келесі комнатаға барайық енді. Так, мына есікті ашайын. Мына есікті ашайын достар. Что-то ашылмай жатыр ғой. Ашылмай жатыр. Достар, по-моему, бұны істеу үшін. Достар, мынау деген іш қой, іште. Мынау ішінде болу керек. Тамақтар ішінде болу керек. Мынау сыртында тұр. Значит, осының бәрін алып тастау керек секілді достар. Көрейік, ал енді бәрін алып тастайық. Так, мынаны алып тастаймыз. Мына тамақтың бәрін алып тастаймыз. Қорытылмай қалған ғой, тамақтар бәсе неғып ішім ауырады дейді. Ойбай, мынаны бұзып қойдық қой, енді ештеңе кетпейтін шығар. Енді мына жерді көрейік. Так, мынау қолы, бұл жерде дым жоқ. Так, мына қолын көрейік. Так, мына жерде дым жоқ. Достар, онда бұл жерде дым жоқ. Значит, мына жерге барып көрейік. Бұл жерде миы болатын шығар Айсейдің. Мынау миы ғой. Мынау Айсейдің миы ғой, Айсейдің басы ғой достар. Бірақ бұл жерде дым жоқ екен. Достар, Айсей деген, по-моему, дым көп нәрсе ойламайтын сияқты, көп нәрсені ойламайтын, оның миы. Так. Мына іште дым жоқ қой достар. Айсейдің миында дым жоқ па не? Ладно, прикол ғой достар, прикол. Айсейде негізі өте ақылды адам, ол вообще ақылды. Так, достар, оның миында көп нәрсе бар негізі. Просто маған айтпайды қандай басқа адамдар, көрінбей ма, оның ойлары бірдеңке сондай. Сондай ғой Айсей. Ал енді біз Айсейді емдеп бітірдік енді. Айсей енді нормально болған шығар. Енді Айсей деген бізде нормально болады, енді ауырмайтын шығар, енді аяғы қақсаған қойған шығар. Енді біз өзіміздің керемет ютубер Нұрлан Қаламстанның президентіне баратын боламыз, өйткені онда өте қатты аяғы ауырады екен, қазір көреміз. Так. Достар, Нұрлан Қаламның аяғы деген плотно қақсайтын секілді ғой, достар. Мына жерде паутинадан бөлек еще тағы да обсидиан тұр ғой достар. Обсидианды алып тастайық достар. Бәрін алып тастайық. Атона Нұрлан Қаламның қол аяғы деген плотно енді қақсайды енді. Бірақ қолы қақсамайды, бірақ аяғы плотно қақсайды енді. Бәсе, осы неғып қақсайды, неме жылай береді десем, сөйтсем, бұл аяғында обсидиан мен паутина тұр екен ғой. Енді келесі есікті ашайық. Достар, мына жер вообще сасық қой достар. Не болып жатыр, бардақ қой мынау. Достар, мына жердің енді иісін айта алмадым. Енді мынау не жасыл, мынау енді не екенін білетін сияқтысыздар ғой достар. Бұл боқ қой, бұл боқ. Мынаның бәрін достар алып тастайық енді. Достар, ойбай, бәрі сасық қой, мына жердің бәрі. Мына жерде бір сковородканы жеп қойған ғой Нұрлан Қалам деген. Бәрі айта алмадым енді. Мына пиццаны түрін қараңдар енді. Оны ашып кеткен сосиска ма не пәле. Бургерді қараңдар, картошка фри мен. Сковородканы жеп тастаған айта алмадым енді достар. Вообще енді мороженое жеп, банан, нан да жеген ғой достар. Бәрін араластырып жей берген ба, не зат. Оның иісін айта алмадым енді достар. Иісін иіскемей қойыңыздар достар. Так, мынаның бәрін алып тастайық.
ойбай достар, қайта сындырып қоя бердім ғой ішін. Ойбай, мына жерден айта алмадым енді. Ема, сасық қой мына жердің бәрі. Ема достар, ё-моё, мына жер бітейік қалған. Мына есігі деген. Ема достар, енді шіли үйтіп тамақ жеудің қажеті жоқ қой. Нұрлан қалам, неге үйтіп тамақ жейсің сен? Ё-моё, фуф. Енді кішкене ана есік етсін деп мына есіктерді ашып қояйық. Мына есіктерді ашып қоятын шығармыз. Есік етсін, а то ё-моё, есік етпей қояды. Ё-моё, саспен кішкене тазалап емдеп жатыр қой Нұрлан қаламды. Так, мына жерде енді дым жоқ екен достар. Мына жерін көрейік. Мына жерде де дым жоқ екен достар. Ема, енді біз Нұрлан қаламның енді миын көрейік достар. Ема достар, Нұрлан қаламның миында лаки блоктар тұр ғой. Ема достар, мына лаки блоктарды ашпасаң қате ғой. Мына лаки блоктарды ашып тастаймыз ба? Нұрлан қаламның миында лаки блоктарды ашып тастайық. Лаки блоктарды ашу үшін өзімізге выживание алып алайын. Өзіме енді достар выживание алып алдым. Ал енді мына лаки блоктарды сындырайық. Так, мына лаки блоктан дым шықпады ғой достар. Маяк шықты. Ема достар, маяк шықты. Мына жерде ламалар не істеп тұр? Ё-моё, тағына маяк шықты ғой. Ема, Майнкрафт. Но кішкентай Нұрлан ғой достар. Но кішкентай Нұрлан дейді. Бейби Нұрлан 1-1-1 дейді. Ема, мен балам. Ё-моё достар, мен Майнкрафтым қатып кетті ғой. Ема, не болып кетті мынау достар? Ема, не болып жатыр достар? Ема, қараңдар, мынау Нұрлан қаламның үстіндегі енді бытшын шарпсат қой. Мына жер жөндеп тастайық достар. Өзіме креатив алып алайын. Мына лаки блоктарды сындыруға болмайды екен достар. Мына лаки блоктарды сындырып, өзіміз Нұрлан қаламымыздың бетін сындырып тастадық қой. Ё-моё достар, мынау енді қате болды достар. Так, мына бәрін сындырып тастайын. Так. Ё-моё, Нұрлан қаламның миын сындырып тастапты. Мына миының бәрі маяқ қылып тастапты ғой. Нұрлан бейби, енді сені жерге көміп тастаймыз енді. Ё-моё, ренжімеш. Так, миын өсіп қояйық енді. Так, миын дұрыстайық, миын. Так, дұрыстап қояйық. Біз Нұрлан қаламды ауырту үшін емес, оны емдеу үшін келдік қой. Так, мына жерге өсіп қояйық. Мә, саны бетін пластический хирургия керек болатын болды мына жерге. Айбына бетін деген енді масқара, енді мынау деген шашын бетіп қояйық. Міне болды, әдемі енді, әдемі. Енді картошкаларды алып тастайық. Так, ема достар, мыналарды енді жестко емдеп тастадым ғой. Енді мына ламан құры кетіп бар. Мына енді жестко емдеп тастадым. Ал енді достар, сіздерге осылай мен бұлар ема достар, енді айта алмадым. Нұрлан қаламмен дейлинді біз емдеген болатынбыз енді достар. Ема енді Нұрлан қаламның қазір ішін жауып қояйық. Мына проветривать етсін деген жерді жауып қояйық. Қараңдаршы, керемет. Мынау не істеп жүр мына жерде? Өлтіріп тастау керек қой мынаны. Мына лама деген ішіміздің ішті ауыртады. Сосын кімнің? Нұрлан қаламның ішін ауыртады. Сосын Нұрлан қалам тағы да айтады: Нұрлан, сен дұрыс емдемедің деп сөйтіп айтатын болады. Сондықтан біз лучше бұның бәрін қазір істеп тастаймыз. Мына жердің есігін жауып қояйық. Нұрлан қаламды емді көрейік. Өйткені ол Нұрлан қалам Қаламстанның президенті ғой достар. Қаламстанның президентін ауырып жүргені енді болмайды ғой достар. Сондықтан енді осы видеоға лайк басып қойыңыздар, комментарийға жазыңыздар, және де маған подпискаға жасап қойыңыздар. 20 подписчикқа кішкене қалып достар. Енді 20 подписчикқа жеткізіп тастаңыздар, мен сіздерге енді айта алмайтын күшті тағы да видео түсетін боламын. Сонда сіздер давайте подписка мен лайк істеп қойыңыздар, давайте достар. Ал енді бәріңізге сау болыңыздар. Чик-чик, пока, давайте достар.